Саламатсыздар ма? Мен МВ компаниясының декоративный косметикасы мен азын-аулақ кремдер туралы информация бергім келіп тұр. Бұл жерде мен өзімнің қолданатын бояуларым. Бұл жерде декоративный косметиканың екі түрі, үш түрінен бар. Негізі қазір мен өткенде екі түрлі цветі бар және мынандай румянасы бар. Жалпы декоративный косметикасы бар витамин жасалған, кремдер туры солай, кремдер витамин жасалған және бұл жерде кремнің астына жағатын сывырткасы да бар. Бұл сывыртканы көбісі енді мән бере бермейді негізі. Тек крем жағып, бетті сүртіп, жуып, крем жағып қойсаң болмай ма дейді. На самом деле бетке ажимге актив деген это сыворотка. Нағыз секреті осыда сывороткаде. Сыворотканың бетіне күннен қорғайтын SPF 50 болсын, SPF 30 болсын, креммен жауып қоюға болады. Күннен қорғауға, шаңнан тозаңнан қорғауға. Енді жерде мен қазір сывороткасы гиалуроновая кислота дейді. Ішіне тірі С витамині бар. Ол ровно бір айға арналған, бір айда өзі толық соған жетеді, соған сол кезде бітеді өзі. Енді жалпы бетті бірінші пенкамен жуып алады. Бұның ішінде бет жуатын пенасы бар. Көбік болып ағат бұл деген, бұл әртүрлі кожаға бара береді, возрастқа бара береді. Және бұдан кейінгі жағатыны сүтетін тонигі бар және. Тониктен кейінгі сыворотканы жағамыз да бетіне крем жағамыз. Енді бұл жерде декоративный косметика туралы астана информация берген. Помадалары бар. Помадалары өзі тоже витамин жасалған. Крем түрінде бар және крем түрі және плюс матовый түрінде бар. Мына мысалы матовый түрінде матовый жылтырамайды, кремовый жылтырайды кішкене, мягкость береді. Енді матовый ұзаққа тұрады. Тағы бір цвет бар мынандай, оны қазір бөлек көсіне новыйдан көрсетер тұрмын. Және бізде мынандай неге арналған, қабаққа арналған карандашы бар. Бұның өзі екі жағында екі несі, бір жағын қабақта түзейтіні бар және бояйтыны бар. Формаға кетіріп бояп аласың. Тушьмен, карандашпен. И плюс бізге көздің бояйтын майлы карандашы бар. Ерінді де сызуға, контур сызуға болады бұнымен деген. Осының бәрі витаминні сыртында өзінің цветтері көрсетілген. Әр таңдайды жатқан, қандай цвет қарағыңыз келеді, сондай бәрі таңдайсыз осы арқылы. Тоналка, тональная основа. Бұл енді бетте деген жаққан кезде басқа бір фирмалардың тоналкалары болсын, дүкеннің сөресін тұратын тоналкалар болса да, кішкене беттен ұнықсап көрініп тұрады. Енді как будто бетте көрініп тұрады да, мынау бетке сіңіп кетеді, көрінбейді. Бірақ сізге тоныңыз өзгертіп береді. Қандай тонға керегін таңдай аласыз да. Бұның да әртүрлі цветі бар. Енді декоративный косметикадан бізде осындай мінекей румянамыз бар. Румянаның да екі түрі бар бұл жерде. Кремовый түрі бар және сухой түрі бар. Екі түрлі цвет берілген. Және декоративный косметикаға екі түрлі мен қазір қолымда тені бар. Өзім осындай қақпағы болады. Кеңесте ештеңе штоп қырып кетпес үшін защита жасалған. Күнделікті оттенкке және вечерге бірден барған кезде жағуға болатын әртүрлі оттенктері бар. Ал осындай МВ-дің декоративный косметикалар әлі де баюда, әлі шығуда. SPF 30 кремдері бар, SPF 50 кремдері бар. Қазіргі жазға даже кремді тек жазда емес, күзде, көктемде, қыста бәрінде жағады. Өйткені күзде шаңда болады, жауын да болады, содан қорғайды. Көктемде тоже үшін сондай уақыт. Плюс жазда ыстықтан қорғайды, қыста желден деген сияқты үсуден бәрінен қорғайтын осындай SPF-терді біз әдені жағуымыз керек бетімізге. Рахмет, көп осындай заттар алуға кеңес береміз.